Прием. Майя, Моля, неге жауап бермейсіңдер? Алло. Я бақылап отырмыз. Ой, кейін өзіміз звондаймыз. Объектті зерттеп отырмыз. Келе жатыр қарасы. Ойбай, мынандай еркекті қызғанбаған. Күнә ғой, иә? Твай деш, көздеп кетпесін. Тұра тұрш. Негізі көз деген ғой. Қош. Әйтпесе бізге не үшін заказ беріп келеді? Негізі бар ғой, иә? Осындай еркектерден шығады әйелін ұратындар. Сосын бар ғой, ол былай су ішті да, ол былай түсіне төгілді. Сосын бар ғой, балтаны алды да, бүйтіп ағашты жарып қалған кезде қолдарын тамырлар шығады. Иә. Басқа не айта аласыңдар? Былай агрессия, қабақ шыту дегендей. Бір қабақ ашылмады. Жұмысты қалай қабағымен бастады, солай бітірді ғой. Демек агрессия бар, иә? Психологиялық травмалар да бар сияқты. Енді өткен өмірін ескерсек, әйеліне деген кегін де айтсақ болады. Сонда кешке дейін соның жұмысына қарадыңдар да отырдыңдар ма, ауыздарың ашылып? Басқа не байқадыңдар? Енді кешке дейін жұмыс жасады ғой өзі. Сосын соған қарап отыра бердік. Біз зерттеуді жалғастырамыз, Майнондар. Әлепке, сіз көріп тұрсыз ғой, мен кешке дейін жұмыс жасайтын еді. Арман жеңізге қалдырып кетейінші. Моля, өзім 5 бала шағамен миым ашып отқан қызықсыз сенде бар ғой. Әлепке. Пожалуйста. Жарайды, әкеле берші, Арманды да балалар сағынған шығар. Қойшы, не деу? Қойшы, өзім өтіріктен дей салмай мені. Өткенде бір тойға көлік сұрай қойып, бермей қойбан ғой. Әпке, ойбай, ол сізге ұзын ғой. Не болыпты, бейт көтеріп жүретін қол лейді ғой. Шапшы аузыңда. Көштің ба? Оңбаған, анау бокста қолданамаған приемдардың бәрін әйеліне қолданып жүр. Соны айтам, ондайларды бар ғой, өздерін ұру керек. Екінші рет әйеліне қол көтермейтін де. Қыздар, эмоцияға берілмейміз. Қазір әйелдердің құқығын қорғайтын арнайы заң бар. Сондықтан да қалай болған күнде де заң бойынша жазалау керек. Ондай еркектер ар жазғыш келеді. Міне, сол үшін де жоспар бойынша жұмыс жасау керек. Жарай ма? Кеп тұр. Тұршы. Ой, жүді. Ая. Өзіміз сазайын береміз. Баларға айтпай ма? Иә, айтпаймыз. Жүрік. Қазір келеді ғой, шақырып аламын да өзім бірінші ұрам. Әлсіреп отқан кезде шалып қалады. Сөйтіп қарап тұра бер, дальше өзім істеп тастаймын. Келіштір. Давай. Тоқташ. Түсінбедім, не керек саған? Әлің қатындар ғана жетемін. Кімсің сен, кімсің деймін саған? Кән жаңа қатышын шығарам бей отқан. Тұр давай. Ал, қаштық. Қаш. Қыздар, мен сендерге не айттым? Немен істеп жүрсіңдер, Жоқ, үстеріңнен арыз жазса не боласыңдар? Арттарыңды ойлайсыңдар ма осы екеуің, а? Бұйра бас саған не жоқ?
Мен сендерге заң жүзінде тексереміз деп айттым ғой. Заң жүзінде. Ой, түсіндік. Жай бір ашуымыз келіп кетті. Ойбай, не деген ашу ол екеуіңдікі? Екеуің барып ұрсаңдар мейлі енді де, оны түсінем, бірақ мына екеуі не деп қосып алдыңдар? Ой, түрлері құрсын. Енді бәрі аман ғой, ешкім өлген жоқ, бәрі жақсы. Не болды соншама? Әлия. Енді тек планмен жұмыс жасаймыз. Былай істейік. Менде бір жоспар бар. Екеуің мына екеуін енді қосып алған екесіңдер, жұптарың жазылмасын соңына дейін. Былай істейміз міне. Болды, үйде ешкім қалған жоқ. Майя, Жұма, іске кірсін. Мынауда операцияға келдің ғой, пикникқа емес. Жұма, тез. Ой, мынау. Тік, берші басыңдағынды. Әй, орамал емес, шпилкіңді берші. Ой, аштың ба? Ой, тұрсай. Екіншісін берші. Ой, бір. Тоғызатын болдым. Қарындасын, еді ашып берші. Бұл жерде сөйлей бермей, Жұма. Шпилкамызды алған жоқсың ба? Пардон, мадемуазель. Ай, Макси. Залға, коридорға қойдым, спальныйға да қойдым. Не қылдың, біттің ба? Осы соңғы сол керек. Қазір кішкене қылды. Қыздар, сақ болыңдар. Бері үйіне келе жатыр. Қазір, Клара, бізге кішкене уақыт керек. Моля, жолын бөгей ананың. Кешіріңіз. Сізден бір көмек сұрайын деген едім. Иә, сұрай беріңіз. Осы жақтан үй алсам ба деп қоям, сонымен көршілер қандай сұрайын деген осыдан. Көршілер тыныш, жақсы, араласып тұрамыз ғой. Алдандыра тұрыңдар. Шығып жатырмыз. Не ғой, бүгін ауа райы өте күшті болып тұр, 50 градус ыстық ба? Негізі маған ыстық ұнайды. Сосын, мына жақтың негізі көршілері бұзық, ондай жаңағыдай ұрлықшылар жоқ па екен? Ұры деген жоқ, бұл жақта бәрі есіктерін ашып тұрады, кіріп шығып жүретін адамдар ғой жердегі. Жақсы, рахмет. Кеттік, алыр. Алтыным! Жұма, бұл. Тыныш па сіздікі? Иә, просто ыстық ұнайды маған. Көрініп тұр. Сен жүрсің деп болмайсыңдар, өлең айтып кеттік қой. Оразбай аға, Ау, сіз осы үйлену туралы ойланбайсыз ба? не? Енді жасыңыз келді деген... Жасыңыз келді деппін ғой. Енді жүре бермейтін шығар, жалғыз өзіңіз. Негізі өткенде үйленсем ба деп бір ойланған. Бірақ болмайды ғой. Кімге? Маяға ма? Сендер жастар бәрін білгілерін келеді тұрады. Иә, Маяға. Бірақ қойшы, болмайды. Немеге қойшы? Қызым бой жетіп қалды. Не ойлайды ол? Қартайғанда әкем қатын алды деп ренжитін шығар. Ой аға,
Сіздің қызыңызды білмейсіз ба? Қайта қуанады ғой. Соны қызыма қалай айтамыз оны? Одан да осылай жүре берген дұрыс ау. Ой ағасы. Барып жеп. Жан, мен келдім. Аха, Тамағың дайын ба? мен бүгін қолым тиген жоқ. Салонға бардым, маникюр жасаттым, педикюр жасаттым, шашымды бояттым. Қараш, қалай? Әдемі екен. Сонда бүгін мүлдем тамақ жасамадың мен де? Заказ бере салайықшы. Жан енді. Хотя бүгін өзіміз тамақ жасап жейікші үйде. Бір апта болды сыртын тамақ заказ беріп жеп отқанымызға. Сен не? Мен аспаз шығып жалдап алып едім. Қараш мұны. Манипуляторсың таза. Жан, мен саған артық ештеңе айтып отқан жоқпын ғой. Тек тамақ айттым. Өзің ойлаш, тапқан табысымыздың 80% осы сыртын тамақ алдыруға кетіп жатыр. Онда көбірек ақша тап. Не дейсің маған? Онсыз да сен жағдайыңды ойлап, 2 айда бір-ақ рет барып жұмыс салонға. Сен ше мені мүлдем бағаламайсың, Я, сөйлеспе менімен. Мен кіммін жауап беретіндей? Жан, қойшы енді ұрыс бастамай тағы. Еще ұрысты да мен ба бастап жатқан? Жан, қойшы енді болды. Мама! Еще сен маған дауыс көтересің ба? Ұрсай бұдан да мені. Ұр, кел. Басқа не қалды істемегенің? Құдайым-ай. Білмеймін, не істеуге болады, бәрін істеп жатырмын. Мә, қыздар. Мынау таза шынды екен ғой. Қай жерінде зәбір көріп отыр мынау? Бұл жерде бір нәрсе дұрыс емес. Зәбір көрген әйелдің мынандай тірлік істеуі мүмкін емес, Әлия. Мен бар ғой, өзім таң қалып тұрмын. Ай, мына әйел менің алдыма келгенде өлердей болып келді ғой. Мен не істерімді білмеймін. Үй жинаймын, тамақ істеймін, сонда да жақпаймын. Күйеуім ұрсады, ұрады, соғады. Қайтете кім жаман, Айнұр жаман. Кейде даже өлгім келеді. Қойыңыз, қай-қайдағын айтпай. Әйел әйелдің 40 жаны бар дейді. Бәрі жақсы болады, ойымдамаңыз. Жақсы болмайды. Ол менің көзімен шөп салып жүрген сияқты. Күніге кеш келеді үйге. Қайда болдың десем, өзіме атылады, ұрысады. Сіздер менің соңғы амалымсыздар. Соны жөнге салып беріңіздерші. Негізінде өте қиын жағдай. Бұндай жағдайда ең дұрыс шешім ажырасу, бірақ біз ажырас деп айтатын адамдардың қатарынан емеспіз. Қалай болады екен, Ажырастырмайды ғой. Оның үстіне ажырасқан әйел қайда сияды? Кімге керек ажырасқан әйел, айтыңызшы. Жақсылап ойландыңыз ба? Я, шештім. Не болса о болсын. Болды, онда былай істейміз. Бұрын соңды осындай жағдай болып беді? Бұрын соңды ма? Қайбір жылдары. Моля екеуің жоқсыңдар ол кезде. Осыған ұқсас оқиға болды ғой, Болып беді? Сол кезде не істедіңіздер? Жоқ, байын алдыртыңдар. Неге? Алдыртыңдар. Неге? Енді Клара алдыртыңдарса, алдыртсаңдаршы қыздар, неге деп мен де білмеймін ғой. Жарайды, енді алдыртсақ алдыртармыз. Бірақ таң қалып тұрым бар ғой мынаған. Сіздің әйеліңіз сіздің үстіңізден ұрады екенсіз, ұрсады екенсіз, онымен қоймай измена жасайды екенсіз. Бірақ біз оның барлығының өтірік екенін білдік.
Сондықтан да сізді осында шақыртып отырмыз. Әйеліңізді сабасына түсірмесеңіз болмайды. Шынымды айтсам Өкпе, қатты шаршап кеттім. Жуан машин, қоя берші. Ер жігіттің басына не келіп, не кетпейді? Жаймасеңгі, шуатып жатыр ғой. Қыздар, қойыңдар енді. Берік, уайымдама, біз саған көмектесеміз. Жоқ, Өкпе, қажет емес. Мен әйелімді бәрі қатты жақсы көрем. Мен бар ғой, мына әділетсіз адамдарды бар ғой, жек көрем. Біз сол үшін сол күресіп жатырмыз. Сөйтіп, мен онсыз өмір сұрамай, ол болмаса мен өлем деді ғой. Қош, Иә? менің папам солай айтты ма? Иә? Көтір соқпашы. Ей, шын айтам дейм. Аға, айтыңызшы. Ау? Пап, сіз маяға сіз солай деп отырсыз ба не? Жаным! Айтпайсыз ба? Не істейміз, қашан, қалай, қайда? Оны не, сен қарсы емессің ба оған? Қақта қарсылық, пап, мен сенің бақытыңа қарсы тұрмаймын, қош қашан? Не істейміз, біз екеуміз бірдеңе істейік та қай жерде сөз саласың? Мен онда өзім барып айтып келе салайын да. Ой, аға. Сіз сөз салмай жатып отказалайын деп жатсыз ғой. Кім бара салып айта салады? Соны айтам. Уайымдамашы, пап. Біз өзіміз ұйымдастырып тастаймыз бәрін. Сіз бүйтсеңізші, әдемі сақина алсаңызшы. Мақұл. Күштілеп тұрып сөз саласыз. Мақұл. Иә? Болды. Кеттік. Келсеңіз шыққанда жақсылап ойнатыңыз жарай ма? Төмен қоя берейін ба? Рахмет сізге, иә. Төмен қоя берсеңіз болады. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Не болып жатыр? Мен сіздердің жағынан келген көршілеріңіз боламын. Таба салайын, Заттарымды тасуға сіздің жолдасыңыз көмектесіп жатыр. Көп рахмет. Солай ма? Есімім Диана. Сіз шатаспасам есіміңіз Айнұр, иә? Жолдасыңыз айтып еді, сұлу келіншегім бар деп. Расымен сұлу екенсіз. Солай айтса, солай шығар. Бәрін тасып тастадым. Рахмет. Жаңадан келген көрші болсаңыз, кешкісін үйге шайға өтіңіз. Ой, әрине, қуана. Рахмет сіздерге. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыздар. Не болды соншама қарап? Әйел көрмедің ба не? Үйлеріңіз әдемі екен. Иә, күйеуім өз қолымен соққан. Рас ба? Қандай күшті. Қазір бар ғой сіздікінде күйеулер аз. Тіпті жоқтың қасы десе де болады. Мен өзімнің күйеуім бар ғой, жататын таңнан кешке дейін аяғы шал-шеп дым бітірмей. Не адамға, не құдайға пайдасы болмай. Жан, мынаның түймесін тік берші көйлектің, кешке отырсын бар еді. Неге? Не істейсің ол жақта? Осы ай сайын бір жерге бармасаңдар іштерің ауырады ау дейме? Енді Жан, біз айына бір рет демаламыз. Оның үстіне жігіттер келген екен Астанадан. Бара берсін да көрші. Ер азығы түзде дейді. Оның үстіне айына бір-ақ рет барады екен. Мақұл, бара берші. Өзің тігіп алшы. Мен тігуге мұршам болып тұрған жоқ. Онда мен тік бере салайын? Түкте қиын шаруа емес. Қазір өзім әдемілеп тік берем. Қай жер? Жоға, көрші, сіз отыра беріңіз. Өзім тік берем ғой. Тік бере салайын деген жай. Рахмет, Жан. Айтқандай, фенің жөндеп қойғам. Рахмет, Жан. Қалайсыздар, көрші? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Бүгін үйде дәмді тамақ жасағам, сіздер де ауыз тисін деп. Үйдің тамағын жемегелі біраз болды. Иә, көрші ақсы тәңірақсы дейді ғой. Алсаңыздаршы. Жоға, мен өзім үйде жасап жатырмын тамақ. Сен үйде тамақ жасамайтын ең ғой. Ауыз тисіңіздер, дәмді шыдайтып. Енді ала істеші. Тамақ жасап келген екен. Рахмет көрші, ят болмасын. Ас болсын. Жақсы. Жақсы.
қалай жөнделетін түрі бар ма өзі? Қазір жөнделіп қалатын жар. Шұқылап атсыз. Қолымнан кейін жасап жатырмын ғой. Саламатсыз ба? Ой, көрші, қалайсыз? Не істеп жатсыздар? Көрмей тұрсың ба, түк жөндеп жатырмын. Аяқ асты бұзылып қалып, үйде жөндейтін еркек адам жоқ, сосын сіздің күйеуіңізге келген ғой. Рахмет. Өте шебер екен өзі. Иә. Мен күйеуім сондай ғой. Қалай, болайын деді ма? Қазір орап жерсің болды. Болмаса кейін өзім келіп алып кетем, жөнделген соң. Жоға көрші, өзім апарып бере салам. Жарайды. Бізге нан алу керек әлі, тұз алу керек. Ары қатарда шығар ол. Ой, қалайсыздар көрші? Қалайсыз? Тағдыр деген осы шығар, қайта жолып қала бердік қой. Иә, жақсымыз. Біз сол күйеуіміз екеуміз дүкен аралап, менің жаным менімен дүкен аралағанды ұнатады ғой. Солай ма? Керемет. Иә, ұнайды. Қандай тамаша. Шіркін бізге осындай күйеу бұйырмады ғой. Соңғысын сіз алып кеттіңіз-ау деймін. Иә, менің күйеуім сондай пысық, қолынан келмейтіні жоқ. Еще мені қатты жақсы көреді ғой. Иә, жан? Қуаныштым. Иә. Жақсы онда, көріскенше. Сау болыңыздар. Ожын. Жай, сенде күйеуім бар, қандай бақыттымын деймін да. Ой, жайшылық па сенікі? Жай? Қыздар, барып на камераларды алып тастаңдар, бар. Несі бар, тұра берсін да? Ей, Ойнап айтам, алып тастаймыз. Алло, Айнұр, қалайсың? Сенің күйеуіңе қарсы операцияға біз дайынбыз. Келе аласың ба? Мына сенің күйеуіңді түрмеге қаматамыз. Не? Бұндай оңбағандар түрмеде жүру керек, дұрыс па? Өтте дұрыс. Ұрсады екен, ұрады екен. Онда жексұрынның не керегі бар? Ойбай, әпке, менің күйеуімді жексұрын демеңіз. Не болды соншама ұрысып? Түрмесіне ұстағы? Ей, сен өзің айтты ғой, жазалаңыздар деп. Все болды, керек емес. Керек емес ешқандай операция. Әй, Айнұр, күйеуіңді жамандап жылап еңіреп келген өзің емес па? Қазір кімнің күйеуі жақсы? Менің күйеуімдей, күйеуі жоқ ешкімде. Не, мен айтсам болды, жоқ қыла бересіздер ма? Все, болды, керек емес. Жаман екен, күйеуіне обал. Жарайсыздар, қыздар. Сіздерге рахмет, әпке. Өзім үшін де, отбасым үшін де. Енді біздің жұмысымыз? Жұмыстарың шынымен де оңай емес екен. Оның үстіне жасырын істеу деген. Енді дұрыс қой. Бақыт тыныштықты сүйет деген. Алло. Я не жаңалық айт. Рас па? Қайда? Осы жерде олар жүрін кетесіз. Қайда? Ой, кән ешкім жоқ қой мына жерде. Қайда кеткен олар? Осында болған. Қайда олар? Мен қаяқтан білейін, сіз ертіп келдіңіз ғой осы. Олар осында. Тездетіңдер. Дәлелмен айғақпен ұстап аламыз. Тездетіңдер бұл.
Алло, Клара? Жүріңдер. Болды. Уайымдамаңдар, қыздар. Бүгінге салонды жауып тастадым. Алаңдамай отыра беріңдер. Есік жай жаппайсыңдар ма? Байқамай қалдық, не болды сонша? Өздерің әңгіме айтып отырсыңдар. Бүкіл затты екеуміз тасыдық. Жұмысымыз бар еді біздің. Ойбай, не істедіңдер соншама? Не болды, бетімде бірдеңе тұр ма? Іштеме. Әлі қойыңдаршы. Жандос, Жумба, сендерге көп рахмет. Bir ауыз сөзімізді жерге тастамай бізге көмектесіп жүр. Енді сіздерге көмектеспегенде басқа кімге көмектесеміз? Ау, бітті, осымен соңғысы. Біз кете берсек бола ма? Қайда бара жатсыңдар? Қайда? Бір тірліктерің тыңғылықты бітірмей жат. Әйтеуір асығыссыңдар, Мә, қыздар. Берік болмағанда жағдайымыз не болар еді біздің, а? Ай, сол не болды? Ақыр соңына дейін түсінбей кеттік қой. Кейін түсіндірем саған. Қайда барам дейсіңдер? Бәрібір қолға түсесіңдер. Кеттік. Алло, Майя, тез жетші, өтініш. Соған қарай келші. Папа құлап қалды, папа. Өтініш. Болды. Моля, тез соға айташы. Не болды? Білмеймін, Оразбайға бірдеңе болды, тез айташы. Айтсай не болшы тез. Жума. Не болып жатыр? Оразбайға... Майя, ел саған. Бала құсап. Айда, Моля. Не істеп тұрсыңдар? Жинаңдар мыналарды. Қуыңдар. Санайтын бейі олар жайлы айтсам түйі әйелдер беу әйелдер кейде сүйдіретін сүй жүрегім қалайтын бағыңа балайтын өзің қан санайтын бейі олар жайлы айтсам түйіп әйелдер беу әйелдер